Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Эма Тока. Бүгін менде жаңа видео шықты, яғни бұл анасы өскен балалардың 3-ші сериясы, яғни бұл соңғы бөлім. Достар, насөттікке лайк басып кетіңіздер. Кешірім сау болыңыз. Балалар, тоқтаңдар, мен сендерге бірдеңе айтайын. Жарайды, айта беріңіз. Ой, мен алмастырып қойыппын. Балалар, негізі қалай айтсам екен сендерге? Айта беріңіз. Негізі сендерді аналарың сендердің аналарың роддомда қайтыс болған. Роддомда қайтыс болған. Енді ол өмір ғой, не болса да көңілдеріңе алмаңда, жарайды ма? Автобустың уақыты кеп қалған жоқ па? Кеп қалды. Жарайды, кешірім сау болыңыз. Келіп тұрыңдар балалар. Келеміз ғой. Қалай ойлайсың, әкем шынымен де айтады ма? Иә, біз ондыққа ешқашанда қарсы тұра алмаймыз. Иә, бірақ шын айтасың. Мен ұстанып қалдым. Әкеміздің бұрынғы шаян ішіп ұтсақ қой. Иә, бірақ әкемізге де рахмет. Бізді оқытты, тоқытты. Ешкімнен кем қылмай өсірді ғой. Иә. Пойыздың уақыты бітті, түсеміз. Жүр, түсеміз. Пойыздан енді ғана түстік қой, отыра тұрайықшы. Иә. Болды, демізді бастық, енді бара берек. Иә, бара берсек болады. Кімнің үйі дейді? Ой, туысқанымыздың үйі, ой, жүр. Мына жақ өте күшті екен, иә? Жарайды, онда жайғаса берейік. Отыра тұрайық. Иә. Әкем жазып жатыр. Не дейді? Жеттіңдер ме дейді? Жазып жіберсе. Звондап жатыр. Алло, балалар, жеттіңдер ме? Иә, әкешім жеттік. Әкешім, сізге рахмет, бізді оқыттыңыз, тоқыттыңыз. Иә.